Саламатсызбы Сем ханым. Перед сеанса мен қобыз ойнаған атаны көрдім. Көрмедім, отырған жерімде бірден шақырды мені. Наргиз, кел осы киелі жерге. Сөйтіп мен айттым, мен қазір Россиядамын, бірақ келесі жылы келемін дедім. Сөйтіп қалдым. Мен жарайды, мен айтамын да, мен қалай болған Қазақстанға бару керек, сол жердің жерлерін зиярат ету керекпін деп ойым болған. Когда уже начал вот этот сеанс, вот тогда вспомнила қобыз ойнап жатқан атаны көрдім. Көптеген ата бабалар, батырлар көп болды сол жерде. Мені прям такой большой творец ес хан тәңірінің үйі сияқты үлкен әдемі сол жерге кіргізіп шығарды мені. Сол арқама көптеген жын шайтандар ең мықтылар келді қасыма. Жайлар қашып кеттік, ең кішкентайлар ең мықтылар келіп сөйтіп мені іздеп жүрді. Они превратились то на стену, то там это, и они ищут меня, хотел уничтожить. В общем, біраз уақыт өтті, басқа мелоди ойнаған кезде меня как будто жердің астына алып кетті. Прям где клавиш, очень много клавиш, они взяли под землю, открыли дверь и туда меня затащили. Туда затащили, потом я сол жерде екі тасын ортасына қыстырып қалдым, қара тасын ортасына. Сөйтіп не ары не бері не істерін білмей сол кезде қинап тұрған пәйтте жердің астында бір по-моему там, я так поняла, там женщина была, на голове золотой корона, прям көрініп ұшып келді, қолын созды да бері алып шықты сол жерде. Сөйтіп қарасам, мен өйстіп отырмын ғой, ну то есть я лежу, у меня третий глаз говорит, все видит, все слышит, говорит: бұл қыздың денесі бәрі шіріп кеткен, бұл қыздың денесін бәрі бастан ету керек, бұл қыздың ішінде бәрі шығарыңдар, шық деп жатыр да, кәдімгідей андай естіп тұрмын да мен өз-өзімді. Сөйтіп бір ұзақын қарап тұрмын, бір әйел адам қолында пышақ, менің душа в другом месте, тело совсем в другом месте, они взяли, қара мата ұрап, как будто ана малды сойып не істеген сияқты, ана ішіме именно вот с этой женский половой органнан жоғарыға дейін вот этот до щитовидки желез прям до сюда пышақпен ұрып қан шығарып, кәдімгідей ашуланып тұрды: сен неге өлмедің, сен неге тірі қалдың деп кәдімгідей. Жақыннан баратырмын, енді кім ол адам десем, төрін көрсем шошып кеттім бір жағынан. Онда да у меня смесь схватила, и дальше сол жерде көптеген жаңағы батырлар, көптеген ата бабалар, қазақша, бәрі бұл жерде қазақша болған. Өзімнің ата бабамды байқамадым ол жерде. Сөйтіп сол кезде может, меня не хватает мужской теплоты, мужская любовь, мужской защит. Я не знаю, арқамда бір бала тұрды, бойы ұзын, әдемі, сұлу деген. Уайымдама, Нариза, қорықпа, мен сенің қасыңда, мен кәдімгі құшақтады, бір қуанып қалдым. Сөйтіп қарасам, жерге қарасам, жерде бидай тұрды, ана бидай өсіп тұр. Сол жерде көптеген балалар келіп, мені құшақтап жатыр да. Мен айтып, бұл кім? Бұл менің балам емес қой десем, мама деп бәрі құшақтап, как будто я в другом месте замуж вышла и родила, у меня очень много детей. Аж дети прям приходят один за другим. Там очень много было. Все приходят, меня обнимают. Я говорю, а когда я успела, говорю. Потом раз ответ кейін, тағы да мен жүрмін. Мен такое ощущение, я близняшки, что ли, и маған келіп айтты: Наргиз, рахмет саған, сен дәл кезінде маған көмек бердің, сен маған көмектестің, мен өзіме келдім, енді рахаттанып өмір сүріп жүрмін бұл жерде деп жатыр да маған. Түсінбей тұрмын. Сөйтіп тағы да біраз уақыт өтті, енді жел арқылы айналып, енді көптеген жерлерге апарып тастады. Бірақ мен апарған кезде арқамнан темный сил ұшып жүрді. Они хотели меня уничтожить, они хотели меня, но здесь в основном батырлар мен қорғап жүрді. Бір еркек мен кәдімгі құшақтап, өзім сенбей тұрмын, шынымен сондай ма, сен кімсің, қаяқтан келдің деймін. Ол үндемей тұр да, уайымдама, неге уайымдамайсың, құшақта мені деп, сол құшақтап жаңағы не істеп, сол ұшып жүрді өйстіп. Кейін жарайды дедім. Сол бұл бірінші сеанста болды. Ал екінші сеанста мен была ешнәрсе не чувствовала. Вот в третьем, я не знаю, самовнушение, или, может, сама этого хотела, как-то искала, я говорю, где мои предки, где мои роды, помогите мне, где вы, почему вы мне помогаете, не ищите меня, вы что, про меня забыли, деп сөйтіп не істеп жатқан кезде бір апам келді мамам жағынан, қолымнан ұстады, сөйтіп сізді көрдім, сіз ана бір мелодия ойнаған, сол мелодияда кәдімгі бір әдемі билеп жатсаң да қазақша би. Сөйтіп мен қызық, ой, мен осыны билегім келеді, өзім қара жоқ, жақсы көремін ғой билегенді, бірақ онша билей алмаймын. Сөйтіп қарап тұрмын, сол кезде бір ұшып келді бір батыр қасыма, сөйтіп қайтадан кетті, қолында не қылышы бар еді, сол кәдімгідей, бірақ жас бала да, но духы күшті, ана не да. Сөйтіп түсінбей қалдым, бірақ бір жағына түсінбедім, бір бала келді, такой ощущение, как будто он мой муж, но как-то пропал, исчез, не знаю, может, у меня самовнушение. Я говорю, что вы хотели мне дать? Вот первый сеанс, вы хотели мне что-то дать, я испугалась, не подошла к вам, я боюсь этот ақматан ашу, қорқып тұрмын десем, сен қорықпа деді. Сөйтіп жел арқылы ұшып келді, тағы да сол ақмата оралып келген. Қарасам бала, сәби, жаңа туған сәби. Сөйтіп бір қолында Құран кітап, қамшы тұр. Сөйтіп екі қолына ұстап тұрмын, бірақ қасымда күйеуім жоқ. Мен айтып, күйеуім қайда менің? Бұл не деген мағына білдірсем, жауап келмей тұр да. Сөйтіп мен жаңағы көптеген андай нелер келді, періштелер, сол баланы жоғары көтерді, прям кәдімгі жоғары көтеріп, жаңағы не бар ғой, жоғары көтерген кезде ана жарық шашты да, былай түсінбей қалдым. Бұл бала жай бала ғана емес, бұл баланы сен істе дейді, құрметте дейді, бұны бақ сен, бұл сенің балаң, бұл өте киелі бала деп не істеп тұр да. Бірақ мен сол қолымда бала, ал оның қолында Құран кітап пен қамшы тұр.
сөйтіп жаңағы жүрдім, не істерімді білмей, бір өзім қасымда ешкім жоқ. Мен айттым, мен әке шешем мен қолдамай ма тағы да дегенде да жауап жоқ. Мен бір өзім қалдым да тағы десем, қарап тұр, сен осы сынақтан өту керексің дегенде бір белгі берді. Соны ойлап тұрмын, или у меня галлюцинация, или сама вот этот, как сказать, вот не знаю, к чему это. Но келесі жаңағы сеанстардан тағы да өтіп көремін мен, ақыры не болатынын білмеймін. Көптеген бір жайттар болып жатыр, но сама не понимаю, о чем речь идет. Вот сейчас думаю, к чему это, как это. Мне надо все это заполнить, мне надо все надо писать куда-нибудь, чтобы я никогда не забыла. А каждый сеансы, что было, как я себя чувствовала дегенде да вот. Қазір білмеймін, сізге жазғаным дұрыс па, дұрыс емес па, не екенін өзім түсінбей жатырмын. Сізге баста жазған кезде, вот бірінші күндері қол аяғым дірілдеп, тентек, даже я не могла вам писать, буквалар ауысып, басқа бірдеңе жазып кетіп, телефон ұшып, ну зорға дегенде, в общем, сізге жазып связь аштым да сізбен. А қазір вот я не знаю, к чему это, может, сізге бір белгі берді ма былай, не знаю, вот, может, что-то мне надо делать, может, мне какую-то подсказку дать, которую я не понимаю или я не знаю. И бүгін тағы да азанға тамақ ішіп көрдім, түсімде мойнымда үлкен бір ет сияқты нәрсе жабысыпты, прям щитовидка, прям там, и там находится какая-то курт, сап-сары келген аяқтары бар, в общем, там 6-7 или 8, и жабысып алғанда прям жұтып жатыр да сол ішімдегі нені. Сөйтіп мен жылап жатыр, көмектесіңдерші маған мына құртты алыңдаршы деймін да. Сөйтіп алған кезде папама біреу келді, құртты алды, құрт алғанда бұл женский пол деді, ішінде қасында как будто бір несі бар, не еді анау болады ғой андай тұқымы. Сөйтіп соны алып тастадым. Кейін қарасам, соның прям жанында спичка тұр. Спичкалар тұр, үш төртеу ма сондай. Түсінбеймін, мен айттым, мына құрт не істейді бұл жерде десем, ол құрт сені ана спичканың несі бар ғой, ана башағы, соны майлайды дейді да, майлайды. И мен айттым, бұл опасно, вот мен нечаянно не келсем, анау мойным ішіне кіреді ғой деймін да. Сөйтіп какой-то секунд я заметила, она как-то превратится как острый зубочистка, прям зубочистка сынға қорқып кеттім. Содан мен айтып, жоқ, мен ештеңе білмеймін, мына мойным алып тастаңдар деп жылап, в общем, көмек сұрап жүрдім. Көмек сұраған кезде өзім жылап құдайдың есімімен алып тастадым. Кәдімгідей қалың май, кәдімгідей қалың май, такая мясо, жир, такая противно. Я взяла, выбросила. И потом, я не знаю, куда выбросила, и потом думаю, после случая надо было жечь, может, надо было куда-нибудь выбросить, ну, не знала, я в первую очередь взяла, все снималась полностью, я говорю, и қайта мойным ұстап, ой, рахат, неужели наконец өз мойным өзіме келді, ой, как хорошо деп сөйтіп қуанып қалдым, жеңілдеп қалдым. Кейін ойланып тұрмын, жаңағы түскен жаңағы майда нелерді басқа жерге тастау керек еді ма дегенде, или жағу керек па, или суға тастау керек па, білмеймін, не істеу керек еді, соны білмеймін, бірақ в первую очередь мен өзімді құтқардым, кәдімгі деп, это было очень противно, очень такая этот. Кейін азанда тұрсам, сәл тамағым немножко давит, ана щитовидка нелері аз ғана, прям қазір сізге айтып тұрмын, айтқан кезде кәдімгідей мен қысып жатыр да, вот такое состояние.